инфекциялық ауру бұл көбінесе несімен қауіпті? Жүктіліктің үзілуі мүмкін, асқынуы мүмкін. Үй жағдайында әсіресе бұның негізгі жұғу жолы мысықтан жұғады. Яғни мысықтың терісінен жұғуы мүмкін, түкінен жұғуы мүмкін. Екі қабат әйел болатын болса, оның жаңағы баланың дамуына әсер етуі мүмкін. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті жігіттер, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін сіздермен мынау торс инфекция жайлы айтатын боламыз. Торс инфекция дегеніміз қандай инфекциялар? Оған қайсы жатады? Оның қауіптілігі неде? Осы туралы мәлімет беремін сіздерге. Олай болса, бірінші торс инфекцияның алғашқы түрі бұл яғни токсоплазмоз. Токсоплазмоз бұның қоздырғышы, яғни токсоплазма ганди деп аталады. Инфекциялық ауру бұл көбінесе несімен қауіпті? Көп жағдайларда торс инфекцияны біз екі қабат кезінде қауіптенеміз. Яғни іштегі нәрестеге әсерін тигізуі мүмкін. Екі қабат әйелдердің арасында жүктіліктің үзілуі мүмкін, асқынуы мүмкін. Бұдан кейін босанғаннан кейін де әртүрлі баланың ауруларға шалдығуы мүмкін деген ниетпен сіздерді осы бүгінгі тақырыппен таныстырғым келеді. Токсоплазмоз бұл неден жұғуы мүмкін? Токсоплазмоз бұл инфекциялық ауру. Үй жағдайында әсіресе бұның негізгі жұғу жолы мысықтан жұғады. Яғни мысықтың терісінен жұғуы мүмкін, түкінен жұғуы мүмкін. Үйде мысалы мысық ұстайтын болса, жүкті әйелге осы мысықтан түсуі мүмкін. Азға түскеннен кейін бұл 10 күн мен 14 күн, 20 күннің арасында, яғни латенттік түрі инкубаторлық кезеңі білінуі мүмкін. Дененің қызуы, жаңағы ауру сезімі, ангина болу, дене қызының көтерілуі сияқты симптомдар кездесіп жатады. Оның негізгі асқынулары, жаңа айтып өттік, екі қабат әйел болатын болса, оның жаңағы баланың дамуына әсер етуі мүмкін. Оны әрине тексеру әдісі қаннан жасалынады. Мысалы біз көп жағдайларда бұл вирустарды айтатын болсақ, азаға түскеннен кейін иммуноглобулин, яғни бізде антитела пайда болады, яғни антидене пайда болғаннан кейін. Оның жаңағы острый фазасы ма, жоқ, созылмалы фазасы ма. Айтатын болсақ, осы вирустардың біздегі түрі, атап айтамын қазір сіздерге, бізге бала кезде 90%-не түсіп қояды вирустар. Вирустар бұл тірі организм емес. Бұл біздің ағзадағы ДНК, РНК белоктардың құрамына, содан кейін екінші нерв клеткаларына жабысып алады да, организмде бұл спящий режим жатады. Бастапқы сатыда өршиді, қабындырады, одан кейін барып бұл активациялануы төмендеп ұйқыға кетеді. Одан кейін арнайы жағдай туындаған кезде бұл бері атып шығады. Екінші бұл токсоплазмоздан кейін инфекциямыз мынау рубелла дейді, яғни қызылша ауруы, краснуха. Бұл краснуханың көп жағдайларда бала кезде ауырып жатамыз, болмаса жүре пайда болады, мысалы екі қабат әйелде пайда болуы мүмкін, болмаса ер балада пайда болуы мүмкін. Оның да кері әсері осы іштегі дамып жатқан нәрестеге кері әсерін тигізуі мүмкін. Енді бір ауырып кеткен адам екінші рет ауырмайды деп жатады. Оған антидене пайда болуы мүмкін. Болмаса жаңағы реинфекция түсуі мүмкін, яғни қайталануы мүмкін. Осы кезде бұл қаннан сразу көруге болады. Қан тапсырған кезде осы симптомдар байқалатын болса, денеде қышу, бөрту сияқты симптомдар байқалатын болса, краснухаға екені анықталып жатады. Енді оны әрине дәрігерлер, инфекционисттер анықтап диагноз қойып жатады, ем жүргізіп жатады. Одан кейін келесі инфекция торс, одан кейін мынау цитомегаловирус. Цитомегаловирус инфекциясы бұл да инфекциялық ауру. Көп жағдайларда халықтың 80-90%-інде кездеседі. Олай дейтініміз бізге бала кезде түсіп қояды бұл вирус. Ауырып өткеннен кейін бізге антидена пайда болғаннан кейін ұзақ жылдардан бері жүруі мүмкін. Бірақ өкінішке орай цитомегаловирустың жедел түрі мынау жыныстық жолмен де беріліп жатады. Болмаса жаңағы воздушно-капельный ауа тамшылы жолымен беріледі. Осылардың асқынуы мысалы қанда жүретін болса, болмаса жыныс жолдарында жүретін болса, мынау түсікке әкеп жатады. Неге? Өйткені бұл ер адамның спермасында кездесуі мүмкін. Егер цитомегаловирус бұл үрпі жолдарын кездесетін болса, ол міндетті түрде спермаға өтеді. Сперма өткеннен кейін іштегі дамып жатқан баланың
түске түсуіне, болмаса дамымауына жаңағы алып келуі мүмкін. Өйткені әйел адам мен ер адам егер де цитомегалофен ауыратын болса, бірдей емделу керек. Егер мысалы күйеу емделіп әйел емделмейтін болса, әйел емделіп күйеу емделмейтін болса, ол инфекция бір-біріне жүру мүмкін. Ол яғни вирус жүру мүмкін. Бұл вирусты қаннан кетіре алмаймыз, бірақ бұны жаңағы активациясын төмендетеміз, яғни ұйықтайтын режимге төмендетеміз. Сол кезде біздің ағзаға әсерін тигізбейді. Келесі тағы да бір вирустың түрі бұл герпес. Яғни бұл герпес айтатын болсақ, молочница деп жатамыз, болмаса жаңағы ұшық деп жатамыз, шығып жатады мысалы. Оның екі типі болады, ВПГ дейміз, айтатын болсақ, вирус простого герпеса. Яғни бірінші тип бұл кездесетін жерлері ауыз қуысында, ерінде кездесуі мүмкін, ерінің ұшында кездесуі мүмкін, яғни бізге ұшық шығып жатады ғой. Сол вирустың бірінші типі, яғни бірдеңеден шошынған кезде сол вирус активацияланып, тұмау болады, болмаса жағда иммунитет өскен кезде ұшық шығып жатады. Ол яғни ВПГ-ның сізде бірінші типі бар екені белгілі. Яғни ол активацияланып өшуді. Иммунитет қалпына келгеннен кейін бұл вирус өзінен жоғалып кетеді. Болмаса жаңағы вирусқа қарсы препараттар ішіп жатамыз. Енді осы вирус простого герпесаның, яғни жайт түрін айтатын болсақ, екінші типі бар. Екінші типі бұл зәр шығару жолдарында, яғни мочеиспускательный каналдың бойында кездесуі мүмкін. Кездескен кезде қалай симптомдар байқалуы мүмкін? Яғни жара пайда болуы мүмкін, іріңді қышыну симптомдар пайда болуы мүмкін. Оның жаңағы жараның беті ақ түсті түктердің пайда болуы, ақ түсті мынау қалай айтсақ болады, ағарып кетуі мүмкін. Ол яғни герпестің екінші типі сізде бар деген сөз. Ол бізге қалай түсуі мүмкін? Бірінші жаңағы воздушный капель дейміз, ауалы тамшыл жол арқылы, екінші жыныстық қатынас арқылы түсуі мүмкін. Үшінші тип, яғни тамақтанудың дұрыс болмауына байланысты. Мәселен айтатын болсақ, мына көгерген картошка болсын, банан болсын, басқа да көкөніс болсын, біз оны алып тастап қабылдауымыз мүмкін, жеуіміз мүмкін. Ол бізге қан арқылы қанға түсіп, ол ағзада өзінің, яғни вирустың активациялануы мүмкін. Оған алып келетін жағдай. Егер вирус сізге түсті дейік, иммунитет өзі күресті жеңіп кетуі мүмкін. Бірақ ағзада қалып келеді антителасы. Егер де иммунитет төмендейтін болса, бұл вирустар ағзада активацияланады. Егер иммундық жүйе жақсы болатын болса, ешқандай вирусқа дес бермеуі мүмкін, қалыпты болып жүруі мүмкін. Оның негізгі әсері вирус болғаннан кейін бұл ДНК мен нерв жүйесімен тікелей байланысты. Егер де депрессия болатын болса, стресс болатын болса, бұл вирустардың да активациялануы мүмкін. Өйткені біздің ұйқымыз қанбауы мүмкін, болмаса бірдеңе ашулануымыз мүмкін. Бұл вирус ағзадан біз активациялатамыз, яғни күшін үдетеміз. Соған байланысты вирустың ең енді емдеу жолдарының бірін айтатын болсақ, шешіміне келетін болсақ, бұл әрине бірінші анализ тапсыру, сіздің ағзаңызда вирустың қандағы түрі ма, болмаса үрпінің бойында жүрі ма, содан кейін барып иммунитетті көтеру арқылы иммуномодулятор дәрумен қабылдау мүмкін, сізді жаңағы дұрыс тамақтануға көшуіңіз мүмкін. Содан кейін вирусқа қарсы препараттар тағайындалады. Ацикловир препараты бар, валацикловир деп атап айтатын болсақ, вирусқа қарсы препараттар өте көп. Ремонтадин дейді, жаңағы аптекаларда көп түрлері бар. Енді оны әрине дәрігердің тағайындауы керек, өйткені бұл вирусқа қарсы препараттардың да өзінің этаптары болады, ауыр түр, жеңіл түрлері. Соған байланысты сіздің вирусыңыздың қай титрі қаншалықты көтеріліп тұр, соған байланысты ем тағайындалады. Емдік курстың өзі 10 күн болуы мүмкін, 14 күн болуы мүмкін, 1 ай болуы мүмкін. Енді осы вирустардың ерлердің ағзасында қандай аурулар әкелуі мүмкін? Бірінші жаңағы үрпінің қабынуы, вирустық уретрит болуы мүмкін, вирустық простатит болуы мүмкін, жаңа вирустық орхоэпидемит ауру болуы мүмкін. Осы вирустың кесірінен рух сапасының түсіп қалуы, төмендеп кетуі мүмкін. Сол сияқты бұл вирустарға аса көңіл бөлу керек. Бұл вирустардың ағзада активацияланбауына жағдай жасау керек. Өйткені активацияланатын болса, бұл вирус өлмейді, жасырынып қалады. Бірақ ағзаға туындаған бір қандай да факторлар әлсіреген болса, бұл вирустар қайтадан өршуі мүмкін. Ол үшін дұрыс тамақтану, спортпен шұғылдану, иммунитет үнемі көтеру, қалыпты дене қозғалысы керек. Содан кейін яғни қалыпты ұйқы. Өйткені біздің адамның миы, денесінің демалуы, әрине біздің өсу гормондарымыздың жұмыс жасауы, бұл біздің ұйықтаған кезде байқалады. Ұйықтаудың енді айтатын болсақ,
мынау көп жағдайда біз циркадный ритмді бұзып алып жатамыз. Циркадный ритм дегеніміз не? Яғни біз мысалы сағат 10-да ұйықтап қалмайтын болсақ, біз 12-1-де ұйықтауымыз мүмкін. Яғни біз ритмге түсе алмауымыз мүмкін. Соған байланысты ең маңызды рөл бұл мелатонин гормонының аса дұрыс өндірілуі. Және де мынау серотонин гормоны, эндорфин гормондарының, яғни қуаныш гормондарының үнемі өндіріліп тұруы. Яғни адам шынайы қуана білу керек. Үнемі ашуланып, стресс жүретін болсаңыз, ағзаңызға кері әсер негізі. Ол бірінші жай асқазан ішек жолдарына, нерв жүйесіне, басқа да функциялардың төмендеуіне алып келеді. Олай болса, бүгінгі видеомыз сіздерге ұнаған болса, лайк басып, астына комментарий қалдырыңыздар. Біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Аман болыңыздар.